Аударды бастаған Аям Ислайм каналы. Қазір менің жасым 13-те және мен 8-ші сыныпта оқимын. Ал енді 4-ші сыныпты еске түсірейік. Сол кезде барлық тапсырмалар қиындай түскен, бірақ мен шығара алдым. Дәл сол сәттен бастап мені бәрін білгіш деп атай бастады. Өйткені мен тапсырманы тез әрі дұрыс орындайтын. Негізі бұл менің жынымды ұстататын. Және оның 4 себебі бар. Біріншіден, егер сен сыныпта ең ақылды болсаң, саған бәрі үшін жауап беру керек. Мысалы, егер мұғалім бірдеңені оқуды сұраса, немесе бір сұраққа жауап беріңдер десе, және ешкім жауап бергісі келмесе, 100% сенен сұрайды. Ал егер мұғалім күмәнданса, барлық сынып қосылып, «О, жай жауап берсін! О, жай сұраңдар! О, осы қыз біледі» деп айтады. Бірақ мен қаламаймын. Түсінесіңдер ме? Бәрі үшін жауап бергім келмейді. Қаламаймын. Мүлдем қаламаймын. Екіншіден, көшіру. Мен сіздерге уағыз оқитын құдай емеспін, бірақ мен бақылауды аяқтайын дегенде біреулердің жақындап. «Ей, біз не істеп жатырмыз? 5-ші сұрақтың жауабы не? Ей, маған көшіруге берші, өте керек» дегенін жек көремін. Жай ғана олай жасамаңдар. Бізге аяқтауға талай күн бар, сондықтан жауапты дәл қазір жазудың қажеті жоқ. Тынышталыңдар. Үшіншіден, ожидание. Сен сыныпта ең ақылды болсаң, бәрі сенен, бәрін және бірден күтеді. Өйткені сен үздіксің, демек бәрін білу керексің. Мысалы, бір апта бұрын мен бір қызбен жұмыс істедім. Бізге бір станциядан екінші станцияға өту керек болды. Біз 3-ші станцияда болдық. Бізге жақынырақ 5-ші станция бар. Сонда 2 ұл отыратын. Олардың біреуі, ол бәрін білу керек және одан ақылды болу керек деді. Шын ба? Бұның мағынасы не? Одан ақылды болу керек деген нес? Және неге сіздер мені бір ғалым деп ойлайсыздар? 4-шіден, туылғаннан берілген талант. Адамдар маған бәрі оңай деп ойлайды, өйткені мен ақылдымын. Бұл менің жынымды ұстатады. Менің сыныптастарым жиі сен міндетті түрде 5 аласың дейді. Мен үздік оқимын, бірақ осындай жетістікке жету үшін көп еңбек етемін. Сіздер менің маған деген қаншама талаптың бар екенін білмейсіздер ғой. Тіпті менің ата-анам менен оны күтпейді. Сондықтан, егер сіздің сыныпта үздік оқушы бар болса, оны осы жетістіктерге оңай қол жеткізбегенін есте сақтаңдар.